Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге алманы осылай үй жағдайында кептіретін боламыз. Дүкеннің чипсыларын алып жеп атамыз ғой, оған қарағанда үйден қолдан осылай алманы балаларға осылай жасап берсеңіздер өте тамаша. Жүп-жұмсақ, үлкен кісілерге де жеуге болады. Ештеңе кедергісі жоқ, тұқымы жоқ, қабығы жоқ. Мына отырғанда бір өзін жеп қоюға болады. Ал енді алмамызды мінекей жуып тазалап алдық. Енді бізде тәтті алма деп кеше қызым алып келген екен. Енді сол балалар тәп-тәтті жеп жемейді. Енді оны мен осылай қойсам, ертең азып кете ме деп. Сосын сіздермен бірге осы алмадан не жасау керек екенін ойлап жатырмын. Балаларға да жеуге әдемі, өзімізге де жеуге әдемі. Осылай алмаларымыздың қабығын барлығын аршып аламыз бірінші. Осылай. Неке алмамызды барлығын қабығын аршып алдық. Енді қаққа бөлемізді. Біз қазір қалай болады екен, қалай істеп көрсетіп екенсіздер. Былай жасайыншы. Осылай жіңішкелеп, өте жұп-жұқа қылмаймыз енді. Осындай қалыңдықта барлығын турап аламыз. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер, үлкенірек қылып тураса да болады. Мен тез кепсін деп осылай қалыңдығы осылай қылып турап жатырмын. Барлық алманың барлығын мінекей осылай турап аламыз. Осылай турап алдық. Бесілмә деп мен екіге бөлем қазір. Астында тағы бір формам бар. Осылай жатқызып, әдемілеп. Бір-бірінің үстіне жатпау керек, жеке-жеке болу керек. Мен сіздерге бір көрсетіп жүрейін, сосын арғай өздеріңіз жасайтын боласыздар. Мен уақыт алмайын. Енді былай міне, мен жақ шетіне қарата түсірші. Осылай етіп, барлығын осылай салып аламыз. Астына менде тағы бір форма бар. Осылай салып, духовкамызға саламыз да 50 градуста 1,5-2 сағаттай ыстық ауада кептіріп алатын боламыз. 2,5 сағаттай аузын ашып 80 градусқа қойдық. Ауа соғуды осындай керемет болып кеуіп шықты. Мінекей қазір дәм тататын боламыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге мындай қытырлақ алмамен кептірілген духовкадағы маманың қолдан жасаған компотының осы алманың қалған жаңағы ішіндегілерінен, сүйектерінен жасаған ит мұрыны бар, лимонда мамаң тауып әкеп қосты. Мінекей сен ауырып жүргенсің, тамақ ауырып жүр. Енді міне алманы жаңағы кептірілген дәмін көріп айтуға қалай болады. Мен қатты жақсы көремін кептірілген алманы негізі прям. Аузына сала бересің ғой, ештеңесіз. Рахат, сүйек ештеңесі жоқ. Ашып көрсетесің бе? Бөліп көрсетсең. Бөліп көрсетемін. Кәдімгі дүкеннің кептірілген несі сияқты, фруктылар сияқты. Сушеный фрукттар. Аузын ашып қойып кептіресіздер. Егер де духовка болмайды десеңіздер, үйдегі әсет пештерде бар ғой, бізде қазір көрермендерде бәрінде мұндай болмайды. Сол әсет пешкеде азғантай температурада есігін тоже кішкене ашып қойып, олай да кептіруге, болмаса жіпке де дізіп кептіруге болады, жай табақтарға салып кептіруге де болады. Мен енді оңай жол осы шығар деп осылай мен де кептіріп көріп жатырмын. Сіздер де енді бақылап көріңіздер кептіріп осылай. Кәдімгі түсі жоқ адамдарда керемет. Балаларға жақсы негізі. Кішкентай балаларға мен немерем жақсы жейді, сосын сіздерге көрсетейін деп осылай видеоға түсірдім. Жасап көріңіздер. Күшті. Прямындай ит мұрындай ма? ма? Маған да обязательно жасап көріңіздер. Оп-оңай жасалады, өз дәмде әдемі. Мамаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.